өндірісі болуы керек. Ол қоршаған ортаны қорғау туралы мемлекеттік заңмен немесе әрбір адамның іс-әрекетімен қорғалуы тиіс. Құнарлы жеріміздің біршама бөлігі өнеркәсіп орындары, фабрика, өндірістік мекемелер салынып, оның аумағы кеңейе түсуде. Жайқалып өскен орман тоғайлар табиғи шөптердің жамылғысын құрту, әлденеше рет жерді жырту, оның орынсыз пайдалану нәтижесінде ол қуаңшылыққа айналып отыр. Қазіргі кезде әлеуметтік, экономикалық жағдай үлкен мәселеге айналып отыр. Туған өлкенің экономикалық жағдайын қорғау ол біздің міндетіміз.